Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Дана. Біз бүгін қазіргі таңда хит болып жатқан түріктердің маклюбесін дайындап үйренеміз. Өте дәмді маклюбе дайындап үйренгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет ингредиенттер: сиыр немесе жылқы еті, күріш, картоп, пияз және сәбіз. Қаласаңыздар басқа да көкөніс қоссаңыздар болады. Алдымен етімізді аламыз, видеода көрсетілгендей етіп, үлкен кесек етіп тураймыз. Етімізді турап болғаннан кейін, сәбізді осылай дөңгелек етіп, орташа қалыңдықта турап шығуымыз керек. Картопымызды да дәл осылай, тым жұқа емес, тым қалың емес, орташа бір қалыпта барлығын турап аламыз. Пиязымызды да осылай дөңгелек етіп тураймыз. Пияз бізге ең соңында маклюбені жинаған уақытта қажет болады. Ең алдымен етімізді қуырамыз. Ол үшін қазанымызға кішкене май құйып, етімізді салып, 5 минуттай қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз, паприка саламыз және кішігірім қара бұрыш саламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерін ауыстырсаңыздар да болады. Содан соң етімізге кішкене қайнаған су құйып, отымыздың астын жайлатып, етімізді 1,5 сағаттай пісіреміз. Етіміз пісіп жатқан уақытта табамызға май құйып, қатты қыздырып, көкөністерімізді осылай пісіріп аламыз. Ең біріншімен сәбізді қуырып алдым. Осылай видеодағыдай қызғылт сары болғанға дейін қуырамыз. Картопымызды да дәл осылай екі жағын бірдей қызғылт күйге енгенге дейін қуырамыз. Енді күрішімізді қазанға кішкене май құйып, 5-10 минут қуырып алуымыз қажет. Сонда күріштеріміз бір-біріне жабыспай әдемі болып пісетін болады. Күрішке ешқандай су құюдың қажеті жоқ, тек татымына қарай тұз салуды ұмытпаңыздар. Ал енді маклюбемізді жинайық. Ол үшін бізге кіші қазан немесе кастрюля қажет болады. Алдын ала туралған пияздарымызды осылай рет-ретімен орналастырып шығамыз. Бір айта кететін жайт, пияздарымыз осылай қазанымыздың түбін толықтай жауып тұруы тиіс. Сонда біздің етіміз күйіп кетпейтін болады. Келесі кезекте етімізді саламыз. Толықтай етімізді салып шығамыз және етіміздің соғып шыққан сорпасында бірге құюды ұмытпаңыздар. Сонда маклюбеміз өте шырынды, дәмді болып шығатын болады. Кішкене тұз салып, сәбіздерімізді орналастырып шығамыз. Сәбізімізді толықтай қойып болғаннан кейін, тағы да татымына қарай кішігірім тұз салып, картопымызды осылай орналастырамыз. Бір-біріне жақын, орталары ашық болмайтындай етіп орналастыруға тырысыңыздар. Соңында қуырылған күрішімізді алып, осылай картопымыздың бетіне саламыз. Үстін қасықпен тегістейміз.
Татымына қарай тұз саламыз. Және айта кететін жайт, маклюбеміздің үстін осылай нығыздауды ұмытпаңыздар. Стаканмен немесе қолдарыңызбен кез келген затпен нығыздауларыңызға болады. Сонда күрішіміз төңкерген уақытта өз формасын жоғалтпай, шашырамай, әдемі болып шығады. Енді күрішіміздің үстіне қайнаған су құямыз. Су күріштің бетін жауып тұруы қажет, шамамен жарты 1 сантиметрдей. Содан қазанымыздың қақпағын жауып, отымыздың астын баяулатып, 30-40 минут пісіріп аламыз. Әзірше тамағымыз пісіп жатқан уақытта салатымызды дайындап үлгерейік. Мен мұнда қызанақ, қияр, салат жапырақтары және пиязды қостым. Сіздер де салаттарыңызды өз қалауларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге болады. Барлық ингредиенттерді осылай орташа көбекті турап алып, татымына қарай тұз салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Маклюбеміз дайын, иісі деген енді өте керемет болып шығып жатыр. Барлықтарыңызға міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Отбасыңыздың жүрегін жаулап алатынына сенімдімін. Достар, сіздерге егер де видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай әрі ерекше дайындалатын тағамдардың рецептілермен бөлісіп отыратын боламын. Каналыма жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Дана.